Сонымен бүгін шетел көліктерін заңдастыру басталды. Құжаттарын өткізіп, бірақ бірден рұқсат берілмеген адамдар көп. Себебін түсінбей, кімнен нақты ақпарат аларын білмей сабылып жүргендер жетеді. Қырғызстанға өзі барып, шекарадан өзі өткізіп әкелген көлігін кедендік тазартудан өткізіп әкелдепті. Үш рет барып тексердім, үшеуінде де шықпай жатыр да. Қырғызстанның базасын тексерсем, ода тұр машина. Штрафымен Қырғызстанда тұр. Бірақ өзім переоформить еткен таныс адамыма. Бұл машина воздух емес, таза машина. Енді таможняның несі базасы істемей жатыр. Қаншама адам бұл жерде істей алмай жатыр. Анықталғандай, көлікті кедендік тексеруден өткен-өтпегенін білетін база істемей қалыпты. Енді полицейлер оны сақтандыру полис арқылы тексереді. Яғни Қазақстанға келіп, ең бірінші рет полис қашан рәсімделгенін қарай. Егер 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін елге кіріп, сақтандыру полисі рәсімделсе, онда ол машина заңдастыруға жатады. Осындай қиындықтар туындаса, әр адамның мәселесін жеке қараймыз дейді полицейлер. Шектеулер тұратын болса, және де басқа да банк қызметкерлерінен басқа да қызметкерлермен шектеулер қойылған жағдайда бұл автокөліктер заңды тіркеуге қойылмайды. Егер де ондай хабарлама алған жағдайда, осы халыққа қызмет көрсету орталығында Астана қаласы полиция департаменті тарапынан қызметкерлері бар. Сол қызметкерлеріне жүгіне отырып, әрбір азаматқа жекеше түрде түсіндірме жұмыстарын жүргізіліп, қандай да бір қолжетімді көмек көрсетуге дайын. Астанадағы автоцонда 2 сағатқа жуық жүрген болатынбыз. Сондағысы көлігін заңдастырған бірінші адамды күтіп жүрміз ғой. Ол бақытты жанды таптық. Есімі Ардақ Асқаров. 117 айым 01 деген нөмір алыпты. Машинасын рәсімдеуге 215 мың теңге шамасында ақша жұмсаған. Был куплен в 2021 году, почти ровно 2 года назад, в севере Казахстана, город Кызылжар, куплен в Российской Федерации, город Курган. Все как положено, все документы, здесь договор купли-продажи, свидетельство о регистрации, СТС и мое удостоверение личности. Все, через его приложение подаем заявление. Если машина по всем документам чиста, я думаю, никаких проблем нет. Достар, бұл легализация жазға дейін жүргізіледі. 1 шілдеден кейін Қазақстан азаматы шетел көлігін тізгіндеп отырса, айыппұл салынады. Ал егер қайталанатын болса, айыппұл еселенеді. Сосын темір тұлпар айып тұрағына қаңтарылады. Себебі жаңа жылдан бастап Қазақстан азаматы шетел көлігіне сақтандыру полисін ала алмайды деген заң күшіне енген болатын. Яғни жаздың ортасынан бастап көшелерде шетел көлігін көрмейтін боламыз деген сөз. Оны енді өмір көрсетеді.